Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Мен мынау жақта аяқ асты жұмыстармен үлкен сауда орталығына келдім да, бір нәрсеге көзім түсті. Мынандай кітаптарға көзім түсті, қараңыздар. Кітаптардың барлығы да орыс тілінде. Барлығы орыс тілінде. Қаншама кітаптар, міне қараңыздар. Қаншама кітаптар, барлығы орыс тілінде. Мұнан бәрі сұмдық қой. Осыған не дейсіздер енді ағайын? Қалай балаларыңызды қазақша тәрбиелейсіздер, қалай ұлттық мүддені ойлаймыз, мұнан бәрі орысша. Біз қай елде жүрміз өзі? Барлығы орысша. Арасында бір-екі қазақша нелерді қойып қойған, полкалардың арасында, жаңағындай нелердің араларында бір-екі қазақша кітаптарды қойып қойған. Біздің классиктарымыздың нелері. Оның өзі мынандай үлкен басқа да орысша кітаптардың арасында ғана тұр. Мұны масқара екен ғой, сұмдық. Қалай елміз деп мақтанамыз ма, түсінбеймін. Кім кедергі болып тұр? Енді кім кедергі болып тұрын былай бейдіп кейінгі тақырыптарда айта жатармын, қалай кедергі болып отқан. Бірақ та енді мынаған қарап, мынау ішің ашиды, мынау масқара ғой, мынау. Құтты білік тек қана мынау ғана. Мына жерде. Бір бұрыштың бұрышында бір нелер тұр. Бәрі орысша. Мына қатарлардың бәрі. Мыналардың бәрі орысша. Сұмдық мынандай болады деп ойламаппын негізінде. Сұмдық екен, білмеймін енді. Ағайындар енді намысқа тырысып, біз өз қазақ тілімізді мықты ұстанбасақ, болмайды мына. Сұмдық екен.